Костюмге астарын пішіп, выточкаларын тігіп қойдым. Астарын да үстінде. Қарап тұрсаңыз, мына енді бірін үстіне бірін қойып, мынандай артық шығады. Қанша дегенмен енді тайғанақтап тұрады. Мінекей осы. Мінекей астар жағы осылай көрініп тұр. Аударып былай қойған кезде бұл жерде артықтары көрініп тұрады астардың. Біз сол астардың артық жерлерін бұлапқа шаншып, тегістеп аламыз да, енді осы артық жерді қырқып тастаймыз. Міне артық жерін бәрін кесіп алып тастадым, өте әдемі болып тұр. Енді бұлапқаны алып, енді алдында тура осылай основка жасап аламыз астарымынан. Мінекей алды мынау. Алдын қарасаңыз, мына жерлерде артық жайлары бар. Солардың бәрін алып тастаймыз. Мен әзір екеуін қабаттастырып тұрмын. Қазір міне біреуі тұр. Осының үстіне міне осылай қойдым. Енді мынау алдын қойып аламыз. Міне осылай тегістеп қойып аламыз. Мінекей мен тегістеп основка жасап алдым. Артық жерлерінің бәрін кесіп тастадым. Бүйтіп өлшеген кезде мына иықтан мына қолтыққа шейін 18 болды. Мына жердегі артығын бәрін жаңа алып тастадым. Көрдіңіздер, соны алып тастадым тегістеп. Міне енді мен астарын төсеп алдым. Қазір келесі бетінде осының үстіне төсеп основка жасаймыз бұны да. Міне осылай төсеп. Міне көрсеңіздер, осылай бұлапқа шаншып алдым. Бағана жасағанда да осылай артық болып тұрған. Қазір мен осы артық жайларының бәрін кесемін. Бұлапқа шаншып істесеңіздер өте ыңғайлы. Бұны былай да аударып көре бересіздер. Мінекей. Бұяғына да қозғасаңыз немес. Мінекей, қазір енді мен осыны өзін основка жасап аламын. Жаңағы алдын қойып үстіне. Мінекей, мен мына алдын қойып, мына астарына төсеп алдым. Мына иықтарын көрейік. Бұл жерде мінекей бірдей болып тұр. Енді осы артық жайларын бәрін алып тастаймыз. Мінекей, артық жайларын бәрін қырқып тастадым. Енді бұны бәрін алып тастаймыз бүйтіп. Міне көрсеңіз осылай шықты. Енді біз бірінші мынау жағасынан бастап тігеміз. Міне. Бірінші осы жағасын тігіп аламыз. Астарманан қосып. Астарға қосып, осы жерін тігіп шығамыз. Мінекей. Астарыман екеуін қойып, бұлапқа шаншып тегістеп алдық. Енді осындай костюм жағаны сызып аламыз өстіп. Енді осы жерден мен тігіп шығамын. Жоғарыдан етегіне шейін. Міне тігіп шықтым, мұқият қарасаңыз. Мына бір жерлері қате болып кеткен, мен және бір тігіп алдым. Тура тігіп шығуымыз керек. Келесі бетінде тура осылай тігіп аламыз да. Қазір мен осы жерден былай кесіп апыстаймын. Міне костюм жағамды шығардым. Енді мен осы жерден мына неге міне осы жерден кесеміз бүйтіп. Насечке береміз. Тек мына тігісті кесіп тастамауымыз керек. Мына тігіске шейін жеткіздіріп кесеміз. Міне кесіп шықтым. 1 миллиметр дейма жетпей тұр. Енді осыны аударамыз. Ол үшін біз мына бұрыштарында осылай кесіп аламыз міне. Осылай. Мына жағында сол мына бұрышын, мына бұрышты кесіп тастаймыз бүйтіп, 3 бұрыш қып. Міне 3 бұрыш қып кесіп алдым. Мына жерді кестік. Енді аударып көктеп аламыз қолменен. Мінекей, осылай көктеп алдым. Мен көк жіппен көктедім. Инеде сабақтылды. Негізінде ақ жіппен осылай көктеп алған жақсы болады. Міне осылай келесі жағасында істеп бір-бірін салыстырып көреміз.
Мінекей мен екеуін бір-біріне қойып салыстырып көріп атырмын. Өте тепе-тең әдемі шықты. Енді бұны үтіктеп, жағаны қалай қайтарып қоятынын көрсетем. Арқасында жаға болмайды мұнда, тек алдында ғана кәсім жаға көрініп тұрады. Міне мен әдемелеп үтіктеп алдым. Мінекей жағасын осылай қайтарып қойдым. Екеуінде қазір осы тігіп аламын. Мінекей енді иығын өлшеп алдым. Мен иығым 12 болатын. Міне 12 мінері келді. Мынау бізде тігіске арналған запас болып тұр. Жағаларын тігіп, үтіктеп, бәрін бір қалыпты, симметричный дейді, дайындап алдық. Енді біз қолтығының астын тігуіміз керек, қолтығын тігуіміз керек. Осы жерді тігіп аламыз. Екі бетінде солай тігіп аламын. Мінекей қолтығын тігіп алдым, бейтіп. Енді мына жағын қарасаңыз, мен мынандай паутинка тігіп қойдым. Бірінші тігіп аласыз былай, сосын шетіне осындай паутинка тігеміз. Бұл паутинка тіккеніміз мына астары ары-бері жылжып кетпейді, қатқылдау болып тұру үшін. Мінекей мен тігіп алдым. Оны біз қайшыманан былай қырқып отырамыз. Насечке беру керек, біз бейт қырқып, міне 3-4 жерінен қырқып қойдым. Ол біз тігіп атқанда тартылып қалмау үшін үстіп думалақ жерлерін, кез келген думалақ жағаны нені тігетін болсаңыздар үстіп кішкентай қырқу керек. Қолтығын мен көктеп қойдым, мынаны тігіп алдым былай, жаңа ішін қырққанын көрсеттім. Мынандай кантигі бер қарай шығып тұру керек, астарға қарай 1 миллиметрде шығарып көктеуіміз керек. Өйткені мына астары бер қарай мынаған көрінбей тұрғаны жақсы міне. Мына жерде ешқандай көрінбейді, бұлай әдемі болып тұр. Мына осылай көктеп аласыздар, үнгі үтіктейміз. Мен тігіп, үтіктеп алдым, өте әдемі. Салыстырып отырасыздар, менікі теңесіп әдемі болып тұр. Мінекей қолтығын тігіп алдым, бейтіп. Енді мына жағын қарасаңыз, мен мынандай паутинка тігіп қойдым. Бірінші тігіп аласыз былай, сосын шетіне осындай паутинка тігеміз. Бұл паутинка тіккеніміз мына астары ары-бері жылжып кетпейді, қатқылдау болып тұру үшін. Мінекей мен тігіп алдым. Оны біз қайшыманан былай қырқып отырамыз. Насечке беру керек, біз бейт қырқып, міне 3-4 жерінен қырқып қойдым. Ол біз тігіп атқанда тартылып қалмау үшін үстіп думалақ жерлерін, кез келген думалақ жағаны нені тігетін болсаңыздар үстіп кішкентай қырқу керек.